Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Балқыз. Бүгінгі видеода біз мынадай керемет, дәмді әрі әдемі болып шығатын мраморный печенье жасайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп алыңыздар. Алда тағы да көп видео рецепттер салатын боламын. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызға ванильный сахар мен қантты қосып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Құрамына қосылатын заттарды әдеттегідей описанияға жазып қалдыратын боламын, сол жақтан қарай аласыздар. Сосын үстіне какаоны қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сонан соң үстіне жұмыртқаны жарып салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны салғаннан кейін осылай бөлініп, дұрыс араласпай қалу мүмкін. Қорқып кетпеңіздер, әрі қарай араластыра беріңіздер. Енді бір шай қасық разрыхительді саламыз, сосын ұнды 2 бөліп сала отырып, жақсылап араластырамыз. Мінекей, бізде осындай қою консистенциядағы масса пайда болды. Енді осы массамызды мұздатқышқа жарты немесе 1 сағатқа салып қатырып аламыз. Мінекей, менің массам мұздатқышта жарты сағаттан аса тұрды. Енді видеода көріп отырғандарыңыздай массамызды қолмен дөңгелек етіп аламыз да қант ұнтағына батырып аунатып аламыз. Массамыз таусылғанша барлығын осылай жасап шығамыз. Барлығын осылай жасап болған соң 200 градуста қызып тұрған пеште шамамен 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сол себептен қарап тұрып пісіріп алғандарыңыз дұрыс. Осымен біздің мраморный печеньеларымыз дайын. Қараңыздаршы, сондай әдемі, ерекше болып шықты. Дәміне сөз жоқ, керемет дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Егер видеом ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі қандай видео рецепт күтетіндеріңізді пікірге жазып қалдырып кетіңіздер.